қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырма. Бұл мәтін ғылыми стильге жатады, себебі мәтінде нақты ғылыми ұғымдар бар. Тілі дәл, анық және адамдарға түсіндіріп ақпарат беру мақсатында жазылған. Сұрақтарының біріншісіне жауап. Ауырған кезде анам дәрігерге апарып көрсетеді. Содан кейін дәрігердің жазған нұсқаулығы бойынша емделеміз. Кейбір жағдайда анам дәрумендер беріп, тамақтануымызды дұрыстап, ауруды асқындырып алмаудың жағдайын жасайды. Екінші сұрақ. Денсаулық мықты болу үшін дұрыс тамақтанып, дәрумендерді уақытылы қабылдау керек. Екінші тапсырманы. Бұл мәтінде грамматикалық кідіріс сөйлем ішіндегі тыныс белгілері арқылы жасалатын үзілістерде көрініс тауып тұр. Сызықша, нүктелі үтір секілді. Мысалы, иммунитет ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілеті деген сөйлемде иммунитет деген сөзге кідіріс түсіп тұр. Оның екі түрі бар. Табиғи және жасанды. Бұл жерде оның екі түрі бар деген жерге кідіріс түсіп тұр. Ал бұл мәтінде логикалық кідіріс мәтін мазмұнына қарай ойды бөліп, мағыналық екпін түсіріп айтылатын жерде көрініс тауып тұр. Мысалы, иммунитет ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілеті. Иммундық жүйе толық қалыптасып үлгермегендіктен балалар ересектерге қарағанда жиі ауырады. Дұрыс тамақтану адам ағзасы үшін өте маңызды. Бұл жерде кідіріс түсіп тұрған сөздердің асты сызылып көрсетілген. Ал үшінші тапсырмада денсаулықтың достары деген тақырыпта кластер құрастыруларыңыз керек. Ол сіздерге видео сабақта көрсетілген. Келесі төртінші тапсырмада А, В, С оқушылары болып сұхбат құрастырып, С оқушысы олардың сұхбатын жазып алуы керек. А оқушы: сәлем, мен сенен иммунитет туралы сұхбат алсам деп едім. Айта аласың ба, иммунитет дегеніміз не? В оқушы: сәлем, әрине. Иммунитет адамның ағзасын ауру тудыратын микробтар мен вирустардан қорғайтын қабілет. А. Иммундық жүйенің басты қызметі қандай? В. Ол ағзаны зиянды заттардан, микробтар мен вирустардан қорғап денсаулықты сақтайды. А. Балалардың ересектерге қарағанда жиі ауыратындығын қалай түсіндіресің? В оқушы: өйткені олардың иммундық жүйесі толық қалыптасып үлгермеген болады. А оқушы: иммунитетті қалай күшейтуге болады? В оқушы: дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, таза ауада жүру және жақсы көңіл күйде болу керек. А оқушы: ал сен өз иммунитетіңді қалай қорғайсың? В оқушы: мен көкөніс пен жеміс-жидек көп жеймін, таңертең жаттығу жасаймын және уақытында ұйықтаймын. А оқушы В оқушына С оқушының жазбасы. Иммунитет дегеніміз не? Иммунитет ағзаның аурулардан қорғану қабілеті деп жаңағы сұхбаттағы нақты сұрақтар мен сұрақтарға берілген жауаптарды жазып шығады. Ал бесінші тапсырмада берілген тақырыптардың ішінен жаныңызға жақын бір тақырыпты таңдап, постер құрастырып қорғайсыздар. Мысалы, дұрыс тамақтану ережелері деп алып, маңайына суреттер сала аласыздар. Газды сусын ішпеу, көкөністерді жеу деген сияқты. Және төменгі бөлігіне дұрыс тамақтан, денің сау, көңілің көтеріңкі болсын деп қорытынды жасай аласыздар. Алтыншы тапсырманың бірінші тапсырмасын энциклопедиядан мен иммунитеттің адам ағзасын ауру тудыратын микробтар мен вирустардан қорғайтын күрделі жүйе екенін білдім. Иммунитеттің екі түрі бар екен: туа біткен және жүре пайда болған. Туа біткен иммунитет адам дүниеге келгенде болатын табиғи қорғаныс. Ал жүре пайда болған иммунитет аурудан кейін немесе екпе алу арқылы қалыптасады. Иммундық жүйе лейкоциттер, көкбауыр, тимус безі және лимфа түйіндері арқылы жұмыс істейді. Сабақтағы мәтін негізінен иммунитетті күшейтудің тәсілдерін түсіндірсе, энциклопедиядағы мәліметтер оның ғылыми құрылымын терең ашады. Осы салыстырулар арқылы мен иммунитеттің адам денсаулығының негізгі тірегі екенін анық түсіндім. Алтыншы тапсырманың екінші тапсырмасында иммунитетті көтерудің ең тиімді тәсілі тақырыбы бойынша Повс формуласын құрастырамыз. Менің ойымша, иммунитетті көтерудің ең тиімді тәсілі дұрыс және теңгерімді тамақтану. Мен оны былай түсінемін: себебі адам ағзасы қажетті дәрумендер мен пайдалы заттар тағам арқылы түседі. Егер адам дұрыс тамақтанса, оның ағзасы ауруларға қарсы тұра алады. Үшінші, оны мен мына деректермен мысалдармен дәлелдей аламын. Мысалы, көкөніс пен жемісті көп жейтін, су ішу тәртібін сақтайтын адамдар сирек ауырады. Дәрігерлер де иммунитетті сақтау үшін салауатты тамақтанудың маңызын жиі айтады. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім: дұрыс тамақтану денсаулықтың негізгі және иммунитетті көтерудің ең табиғи әрі қауіпсіз жолы деп тапсырмаларды орындауларыңызға болады.
келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Пікір жазып, лайк басып, менің каналымның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.